Желіде шұғыл хабарнама. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басын ұнатпаңыз. Қазақстанда жыл сайын мас жүргізушілердің кесірінен 700 адам қаза табады. Қазақстанда жыл сайын мас жүргізушілердің кесірінен 700 адам қаза табады деп хабарлайды Ішкі істер министрлігі. Жыл сайын еліміздің мас жүргізушілердің кесірінен шамамен 500 көлік апаты тіркеледі. Салдарынан 100-ге жуық адам қаза тауып, 600 адам түрлі дене жарақатын алады деп мәлімдеді сәрсенбі күнгі мәжілістің жалпы отырысында. Оның айтуынша 6 жылда, яғни 2018-2023 жылдарда көлікті мас күйде жүргізудің 148 мың дерек тіркелді. Былтыр мұндай 22 мың дерек анықталды. Меніңше, мас жүргізушілерді көлік басқару құқығынан айыру бойынша бұл шара керек. Мұнда үш негізгі пікір бар. Біріншіден, егер адам рөлде ішпесе, оған заңда қандай санкция қарастырылатыны маңызды емес. Екіншіден, біз көлік басқару құқығынан айырылған жүргізушілерді айтып отырмыз. Мас жүргізушілердің кесірінен жақындары жол көлік апатынан көз жұмған отбасылардан сұрайық, дейді Липеха. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.